Орнықты қала көлігі. Қалалар бұл қазіргі замандағы экономиканың негізі. 25 жылдан кейін адамдардың 75% қалада тұратын болады. Қалалардың үлесіне қазірдің өзінде ғаламдық жалпы ішкі өнімнің 80% келеді. Тек қалалардың арасында ғана емес, сонымен бірге олардың ішінде де тауарлар мен адамдардың тұрақты орын ауыстыруы жүріп жатыр. Олар қаржылық және ақпараттық ағындарды қозғалысқа келтіреді. Суэц каналында болған оқиға. 2025 жылы көктемде онда жүк кемесі тығылып қалып, әлемдік экономика үшін көліктің қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Мұндай әлемдік ірі артериялардағы кептелістер мен апаттар сирек кездесетін жағдай болса, қалалар үшін бұлар көп уақыттан бері өмірдегі үйреншікті көрініске айналған. Тауарлар, қызметтер мен адам ресурстарының қаланың өз ішіндегі қозғалысын қамтамасыз етіп тұрған не нәрсе? Қалалар қалай кептеліспен күресіп, апаттардың санын азайтып, көлік секторының шығындарын қысқарта алады? Неліктен барған сайын көп қала экологиялық достастыққа негізделген орнықты көлік жүйесін құруға тырысуда? Бұл сұрақтарға видеомызда жауап береміз. Жол қозғалысының ең саны көп және ең аз қорғалған қатысушыларына артықшылық бере отырып, көліктің экологиялық және ойластырылған түріне бағыт ұстау керектігін барған сайын көп қала түсіне бастады. Орнықты көлік жүйесі тығыз қала кеңістігі жағдайында келесі талаптарға сай келетін көлік түрлеріне басымдық беретіндігін білдіреді. Біріншіден, белгілі бір уақыт бірлігінде адамдардың көбірек бөлігін тасымалдайды. Екіншіден, үнемі қозғалыста болады. Үшіншіден, қала экологиясына тигізетін жағымсыз әсері барынша аз. Тағы да Суэц каналын еске түсіріп елестетіп көрейік. Әлемде бір үлкен кемемен көбірек контейнер тасымалдау орнына 24 сағаттың 4 сағатында ғана қозғалыста болатын 2-3 контейнер ғана тасымалдай алатын кемелер қолданылса қайтер еді? Әдетте үйден жұмысқа және жұмыстан үйге жетуге қолданылатын, ал қалған уақытта тұрақта тұратын стандартты жекеменшік автомобиль сияқты. Онда кемелер кептелісі көптеген шақырымға созылып, бұрынғыдан да көп отын жағылар еді. Онда да кеме маршрутының шетінде зәкір тастаған жүздеген кемелер тұрар еді де, көлік компанияларының иелері бұған әбден үйреншікті құбылыстай қарар еді. Ұшы-қиыры жоқ мұхитта жұмыс істейтін теңіз тасымалының операторлары сол 20 ғасырдың өзінде ақ жер ресурстары шектеулі қала әкімшілігінен әлде қайда бұрын көлік қатынасын қалайша тиімдірек етуді білген екен. Шындығында қалалардағы трафиктің теңіздегі трафиктен айырмашылығы аз. Қалаларда да ірі тартылыс орталықтары бар, бірақ бұл порттар емес, кәсіпорындар, бизнес орталықтар, тұрғын үйлер, стадиондар мен сауда орталықтары. Тартылыс орталықтарын бір-бірімен каналдар емес, көшелер жалғастырады. Алайда ең бастысы, қала өз көшелерінде тиімділігі аз жеке көлікке артықшылық берсе, көп ұзамай-ақ кептеліске кезігеді. Әлем бойынша барған сайын көп қала орнықты көлікке ауысуда, оның ішінде ең автомобилі көп елдерде. Бірер ғана мысал келтірейік. Хьюстон және Остин, Техас штаты, ақш. Соңғы уақытта олар америкалық өлшем бойынша нағыз революция жасап жатыр. Хьюстонда жаяу қозғалуға арналған жағдайларды жақсарту жоспарлары әзірленді. Сондай-ақ көлік қолжетімділігін ескере отырып дамитын аймақтар анықталды. Остин қаласында Project Connect жоспары бойынша қалалық рельстік көлік жүйесі, 4 БРТ дәлізі және қоғамдық көлікке ауысып отыруға мүмкіндік беретін қармағыш тұрақтар жүйесі құрылған болды. Мұнан тыс, миллиондаған қаражат жол қозғалысы қауіпсіздігін жақсарту үшін жаңа веложолдарға, жүргіншілер жолына және жол қиылыстарын қайта құруға жұмсалатын болды. Сауд Арабиясы Неом орнықты қаласының жобасын іске асыруда. Ол бойынша жаяу жүргіншілер мен қозғалыстың орнықты түрлеріне үлкен кеңістік берілген. Монреаль, Бонавентур эстакадасы. Ол ұзақ уақыт қала тінін екіге бөліп, кедергі болып келді. Физикалық та, психологиялық та кедергі жасады. Темір бетон жол көріністі бұзып, Гриффинтаун ауданын оқшаулап тастады.
2000 жылдың ортасында қала эстакаданы бұзып, айналадағы кеңістікке өзгеріс жасау керек деп шешті. Сонымен, егер қала басшылығы жекеменшік көлік сыйымдылығы аз көлікке басымдық беретін болса, уақыт өте кептеліс мәселесі туындамай қоймайды. Көшелерге көбірек автомобильді сыйғызу үшін жол бойындағы ағаштарды құрбандыққа шалуға, ал содан соң көшелерді кеңейтіп, айналма жолдар салу үшін бірінші сызықтағы үйлерді де сүруге тура келеді. Мұны жасауға әркез және барлық жерде мүмкін бола бермейді. Мысалы, егер көпір, саябақ, тарихи құрылыс тұрғандықтан немесе шектен тыс қымбатқа түсетіндіктен көшенің көлік жүретін бөлігін өне бойына кеңейту мүмкіндік болмайтын болса, онда бөтелке аузындағыдай әсер пайда болады. Бұл дегеніміз жолдың кеңейтілетін учаскесін толтырып, ал кеңейтіле алмаған жерлерде кептеліс тудыратын машиналар ағыны. Қала көшелерін айналма жолдар бар автострадаларға айналдыру қалыптасқан жаяу жүргізушілер жолын, сонымен бірге әлеуметтік те экономикалық та байланыстарды, бір сөзбен айтқанда, қаланың тінін бұзады. Мұның бәрі қала аумағын ендете созуға ықпал етеді. Бұл өз кезегінде тартылыс орталықтары арасындағы жолға кететін уақыттың артуына және барлық инфрақұрылымға қызмет көрсетуге кететін шығындардың еселей өсуіне алып барады. Автомобильденуге артықшылық берудің тағы бір қатері қоғамдық көліктің тартымдылығының төмендеуі. Автомобильдер үшін қымбат тұратын инфрақұрылым жасай отырып, қала автоматты түрде қоғамдық көлікті қаржыландыруды азайтады. Жылжымалы құрамның жағдайы және оның барлық инфрақұрылымы біртіндеп дағдарысқа ұшырайды. Қоғамдық көлік саласындағы жұмыстың беделі түседі. Мұнан тыс, неғұрлым жеке көлікке көбірек басымдық берілген сайын, соғұрлым қала кептеліске батады. Соғұрлым кестені сақтай алмайтын қоғамдық көлік зардап шегеді және оның тұрғындар алдындағы тартымдылығы азая береді. Дәл сондықтан, сонау 1960 жылдардың аяғынан бері ірі қалаларда қоғамдық көліктің қаладағы көлік жүйесінің барлығына негіз болатыны туралы түсінік қалыптаса бастады. Енді көлік саясатынан және стратегиялық шешімдер қабылдаудан тактикалық деңгейге ауысайық. Бәріміз білетіндей, рендерлер мен сөз жүзінде мұның бәрі өте әдемі әрі оптимисті түрде естіліп көрінуі мүмкін. Алайда қоғамдық көліктің нақты артықшылығын қамтамасыз ету үшін үлкен жұмыс істеу керек. Қоғамдық көліктің көшелермен үздіксіз және кедергісіз қозғалуын қамтамасыз ету керек. Өйткені тартымды қоғамдық көлік бұл тек қана жайлы көлік емес, сонымен қатар жылдам да үйреншікті көлік. Қоғамдық көлік кептелісте тұрмауы үшін және аз аралықпен, яғни жиі және кестеге сәйкес жүру үшін бірқатар тең таралған шаралар қолданылады. Қоғамдық көлік үшін бөлінген жолақтар қоғамдық көліктің жүріс бөлігіндегі басымдығын қамтамасыз етудің ең аз деңгейі. Мұны сондай-ақ автобустар мен троллейбустарға басымдық беретін арнайы бағдаршамдармен толықтырған жөн. Бөлінген жолақ негізінде болашақта көбінесе БРТ және ЛРТ сияқты қоғамдық көліктің магистральды түрлерінің дәліздері жасалады. БРТ және ЛРТ дәліздері. БРТ мен ЛРТ-да қозғалыс аралығы бәрінен де аз, және олар айрықшаланған жолдар мен қиылыстардағы басымдығы арқасында өз жолында барынша аз кедергіге кездеседі. БРТ дәліздерін магистральды автобус маршруттары үшін, ал ЛРТ дәліздерін жылдам жүретін трамвайлардың маршруттары үшін жасайды. ЛРТ және БРТ әдетте қалған трафиктен физикалық жағынан бөліп тасталған және тіпті жол деңгейінен биікке көтерілуі де мүмкін. Алайда жер бедеріне және қозғалыс жағдайларына қарай белгілер салумен де шектеле алады. ЛРТ және БРТ аялдама кешендері әдетте көше өсіне жақын орналасқан. Сонымен бірге, трамвай желілері де жол шетімен жүріс бөлігінен барынша оқшаулана отырып жүргізілуі мүмкін. Орнықты қала көлігінің маңызғы бөлігі интермодальды және мультимодальды көлік ауысып отыру тораптары. Жай сөзбен айтқанда, бұл әртүрлі қоғамдық көлік түрлерінің байланысы қамтамасыз етілетін аялдама кешендері. Мұнда адам метро немесе электр көлігінен автобусқа, троллейбусқа немесе трамвайға және керісінше ауысып отыра алады.
Бұл арада мысалы автобустық БРТ және кәдімгі автобустардың баратын нүктеге дейін жеткізетін маршруттары кездесуі мүмкін. Көлікті ауыстыратын торабы, әсіресе оның мультимодальды түрі, адамдардың көп бөлігін бір жерге шоғырлануды және сол жерден таратуды көздейді. Осының арқасында олардың айналасында іскерлік белсенділік орталықтары пайда болады. Мұнда бизнестің алуан түрлері тартылады және бұл әсер әдетте айналасына 800 метрге дейін тарайды. Ақыр аяғы көлік жүйесін жоспарлай отырып, оны қозғалысқа келтіретін адамдардың жағдайын да ұмытуға болмайды. Қоғамдық көліктің жұмысын тиімді ұйымдастыру жер бетілік көлік тұрақтайтын немесе ол көбірек жүктелетін маршруттарға қайта таралатын, ал жүргізушілер болса демалатын, ауысуға кіресетін немесе жұмысын аяқтайтын нүктелерді қамтиды. Бұл нүктелерді мамандар тұрақтау бұрылу алаңдары деп атайды. Оларсыз маршрут тым созылыңқы болып, жүргізушілерге берілген нормадан артық жұмыс істеуге тура келеді. Бұл зейіннің төмендеуіне және ауыр апаттарға алып келеді. Қорытындыда қоғамдық көлікке қаржылық жәрдемақы беру қажеттілігі туралы айту да маңызды. Егер қоғамдық көлік барлық орнықты көлік жүйесінің негізі болса, онда көліктің баламалы түрлері, велосипед, электросамокат және тағы да басқа жекелеген аудандарды жалпы жүйеге енгізуге көмектеседі. Бұл оларды қолжетімдірек етеді және жергілікті де қалалық та тартылыс орталықтарын қысқарақ жолдармен байланыстырады. Сол себепті оларды жалпы көлік стратегиясына енгізу және осындай экологиялы да пайдалы сапар үшін қолайлы жағдай жасау маңызды. Бөлінген веложолдар мен веложолақтар бар болғанда, бұл сапарлар жылдам әрі қауіпсіз бола түседі. Бұл шешімдердің бәрінің шын мәнінде орнықты болуы үшін тек бұлармен шектеліп қалуға болмайды. Әйтпесе олар ешқашан көлікке деген сұраныстың өсуіне жауап беріп үлгермейді. Сол себепті қалалық даму мен құрылысты көліктік бағдарлаулық жоспарлау маңызды. Әлемде барған сайын көп қала, оның ішінде дамушы елдердегі қалалар да қоғамдық көліктің тиімді және қолжетімді жүйелері негізінде өз даму жоспарларын құруда. Көліктік бағдарлаулық дамудың мәні мынада. Егер әлде бір ауданда қоғамдық көліктің жылдам жүретін трамвай, БРТ немесе метро сияқты магистральды түрлеріне қолжетімділік болмаса, онда девелопер зәулім тұрғын үй салуға рұқсат ала алмайды. Бұл барлық қала деңгейінде нені білдіреді? Қалада қоғамдық көлік жүйесі неғұрлым қуатты болса, соғұрлым ол жинақы болады және жер пайдалану тиімдірек болады. Сондай-ақ бұл тиісті инфрақұрылымды жасауға және қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Осылайша орнақты көлік ортаны жақсартады және басқа мәселелерді шешуге көмектеседі. Шешімдер қабылдауға ауыр болып көрінуі мүмкін, алайда олар керек. Олардың бастапқы шығындары айтарлықтай көп және қоғам әуелде көбіне көп жобалар мен өзгерістерді түсінбей жатады. Алайда ұзақ мерзімде бұл шешімдер қалаға әлде қайда молырақ пайда келтіреді. Бірінші, қоғамдық көлікпен де, велосипедпен де, электрлік өз жүретін құралмен немесе жаяулап та жылдам және жайлы қозғалу есебінен қаланың барлық аумағының үлкен байланыстылыққа ие болуы. Екінші, транзиттік бағдарлаулық даму қағидаттарын сақтаған жағдайда қала ауданының ұлғаюы қарқынының төмендеуі. Үшінші, көлік секторынан түсетін шығындардың айтарлықтай азаюы. Ендеше созылмалы және онкологиялық аурулармен ауырудың да азаюы. Төртінші, жол апаттардың санының айтарлықтай аз болуы. Ендігі жерде сіз кептелісте тұрған кезде Суэц каналын есіңізге түсіріп, өз қалалық әкімшілігіңізден орнықты қалалық көлігінің қағидаттарын енгізу талап ете бастаңыз. Осы видеоны достарларыңызбен бөлісіңіздер және арнамызға жазылыңыздар.